Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен номер 69 жалпы орта білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Жаманқараева Бағзада Қасымқызы. Бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. Сабағымыздың зерттеу сұрағы: неліктен шілікті мен Бесшатыр патша қорғандары деп аталды? Сабағымыздың мақсаты: ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттап, олардың сенімдерін, көзқарастарының ерекшеліктерін түсіндіру болып саналады. Ұйымдастыру кезеңі: бүгін біз өткенге, ежелгі сақтар дәуіріне саяхат жасаймыз. Сонымен қатар, бұл не деп ойлайсыңдар? Мұндай қорғандар кімдерге арнап салынуы мүмкін? Алдымен сақ қорғандарын зерттеу. Ғалымдардың зерттеулерінше, сақтардың қорған үйінділерінің әртүрлілігін көрсетеді. Олар үлкен, орташа, кіші болып бөлінеді. Алып және орта қорғандарының үйінділерінің биіктігі 6 және 20 метр аралығында. Үлкен және орташа обалардың жерлеу орнының құрылысын бөренелерден тұрғызылған. Кіші обалардың мәйіттер жерден қазылған шұңқыр мен тас жәшіктерге жерленген. Жерлеу ғұрпының сән салтанаты мен қарапайым болып бөлінуі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктің болғандығын көрсетеді. Сақ қоғамының әлеуметтік құрылымы. Сақтар ерте темір дәуірінде мүлік теңсіздігі орнағандығын археологиялық қазба жұмыстары дәлелдейді. Билік пен байлық көбінесе тайпа көсемдерінің, ақсүйектерінің қолында шоғырланды. Жауынгерлер мен абыздар, малшылар мен егіншілер қоғамның негізгі 3 тобын құрады. Патша қорғандарының ерекшеліктері: күрделі жұмысты қажет етті. Қабатталған топырақ пен бөренелерден тұратын күрделі инженерлік шешімдермен салынған құрылым болып саналды. Байлық пен билік, мерзімдік пен билік нышандарын көрсетіп, алтын мен бағалы заттарға толы жерлеулер болды. Алыс жерден материалдар, құрылыс үшін мыңдаған шақырым жерден әкелінген сирек кездесетін ағаш түрлері мен тастар пайдаланылды. Шілікті қорғаны. Ондағы обалар саны 51. Бәйгетөбе қорғаны, оның обаның диаметрі 100 метр, биіктігі 8 метрге жетеді. Құрылысы күрделі, 3 қабатты үйіндіден тұрады. Осындай алып құрылыс ішіндегі киім алтыннан құйылған қаптама түйіршіктермен безендірілген ер адам жерленген. Осы қорғанда 4303 алтын бұйымы табылған екен. Мына берілген суретте Бесшатыр қорғанының суреті бейнеленген. Үлкен Бесшатыр қорғанының биіктігі 17 метр. Бұл 7-8 қабат үйдің биіктігіне тең. Қорған деп ежелгі қабірлер үстіндегі тас немесе топырақ үйінділерін атаймыз. Сонымен қатар, Бесшатыр қорымы Жетісу Іле өзенінің оң жақ жағалауында орналасқан. Қорым 31 обадан тұрады. Қорғанның құрылысы күрделі. Жер астындағы лақат, оған кіретін драмост дәліз ағашпен бекітілген. Үстінен тас пен топырақ үйіліп, диаметрі 100 метрге дейін, биіктігі 17 метрге дейін жететін алып оба тұрғызылған. Құрылысқа пайдаланылған мыңдаған тонна тастарды тасымалдау үшін арнайы құралдар мен көптеген адамның күші жұмсалғаны анықталды. Бесшатыр қорғанының құрылысы мына суретте нақты бейнеленген. Жер үйінділерден құралған, ағаш камералары және тас негізінде қаланған екен. Сабағымыздың дескрипторлары ежелгі тайпалардың дүниетанымына қатысты кемінде екі белгі атайды. Қорғандар мен олжаларды наным сенімнен байланыстырады, өз ойын қарапайым тілмен жеткізеді. Сабағымыздың бекіту сұрақтары: дүниетанымда табиғатқа табыну неге маңызды болды? Қорғандар адамдардың наным сенімін қалай байқатады? Патшаларға неге алып қорғандар салынған? Сабағымызды қорытындылай келе, ежелгі тайпалардың дүниетанымы табиғатқа, ата-баба рухына және билік иелеріне құрмет көрсетуге негізделген. Бұл археологиялық ескерткіштерден айқын көрінеді.